Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Қара жәшік YouTube арнасы және оның жүргізушісі Қали Әубәкіров. жылы 42.500 теңгеден кейін тренд болған зейнетақы мәселесі естеріңізде ме? Депутаттардың басын қатырған халықтың біраз қытығына тиген тақырып еді. Зейнетақы жинағын мерзімнен бұрын алу туралы заң жобасын қайта-қайта өзгертулер енгізіліп, басқасын айтпағанда Сенаттан мәжіліске 2 рет қайтарылған болатын. Тіпті президент заңға қол әлі қоймағанның өзінде, жоғарыдағы депутаттар зейнетақының бір бөлігін кімге, не үшін берілетін әлі нақты шеше алмай отыр. Сан құбылып түзетілген жаңа реформа халық игілігіне бұйыра ма? Біз қазір осы мәселені жіпке тізіп талқылаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Забрать часть денег из ЕНПФ смогут больше 720 тысяч казахстанцев. Жақын туыстарына заңнама бойынша 30 жастағы жігіттің зейнетақы жинағында 2,5 миллион теңге болуы керек. Жинағы судан асқан жағдайда ғана үстіндегі ақшасын үй алуға, емделуге пайдаланып, немесе қаржы компаниясының басқаруына бере алады. Зейнетақы жүйесінің тиімділігін арттыруға үлкен мән беру туралы Тоқаев 2019 жылы алғашқы жолдауында баса айтты. Өз сөзінде мемлекет басшысы азаматтарға зейнетақы жинағын пайдалануға рұқсат беру мәселесін пысықтауды үкіметке тапсырған болатын. Қазір жұмыс істейтін адам жинақтаған зейнетақы қорындағы ақшасын зейнетке шыққаннан кейін ғана ала алады. Алайда азаматтардың ол ақшаға ертерек қол жеткізгісі келетіні түсінікті. Үкіметке жыл соңына дейін зейнетақы ақшасын баспана алу, білім алу мақсатында қолдану мүмкіндіктерін қарастыруды тапсырамын. Бұл тапсырманы естіген Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі жапа-тармағай жоба әзірлеп, оны парламентке қайта талқылауға жіберді. Бірақ заң жобасы шикі болды ма, әйтеуір депутаттардың көңілінен шықпады. Дәл осы уақытта бүкіл әлемге жайылған пандемия елімізге біраз балықтың бетін ашты. Депутаттар жаһанға жар салып, қабылдаған 1000 әлеуметтік қорғау бағдарламаларының біреуі де қарапайым халықты тығырықтан шығара алмады. Есесіне, қарызға белшеден батқан қазақстандықтардың несие өсімпұлдарына одан сайын батырып, қара тізімге бірінен соң бірі енгізе бастады. Үкіметтегілерге мінберде заң жобасын талқылап жатқанда, мәселе шешудің тың жолын бірыңғай жинақтау зейнетақы қоры қоғамдық кеңес төрағасы ұсынды. Евгений Сепульник айда аспаннан шығарудың қажеті жоқ, бар болғаны жобаны тиісті дәреже ұйымдастыру керек деді. Оның алғышарттарында көрсетті, дайын жоба жолдады. Егер ұсыныс қабылданса, зейнетақының 10%-ын 721 мың адам емес, миллиондаған азаматтардың алуына мүмкіндік болады деді. Тіпті қордағы жиналған ақшаға қарамай, салымшылар зейнетақының жарнасын бір ретті шешіп алу құқығы бар болуы керек деді. Өкінішке орай қоғамдық кеңес осы бастаманы қолдамады да жайында жіберді. Ал қоғам осы пікірге аса назар аударған жоқ. Дегенмен депутаттар бастаманы халыққа көп сынды ма, қолдау көрсетпеді. Ақыры президент 2021 жылы 720 мың қазақстандық зейнетақы жинағын мерзімнен бұрын ала алады деп екінші жолдауында баса айтты. Жыл бойы әзірлеген заңнама халық арасына дау туғызды. Өйткені әуелі қазақстандықтар зейнетақы жинақтарының бір бөлігін алғанда соманың 10%-ын салық түрінде төлеуге міндеттелді. Кейін сұрақ парламентте қайта көтеріліп, депутаттар жарнаны бөліп төлеуге болады деп шешті. Бірақ заң жобасы осыдан кейін де қабылданбай қалды. Халық қалаулары құдды бір футбол ойнағандай, құжатты бір-біріне допша лақтырды. Сенаторлар құжатқа түзетулер енгізіліп, оны мәжіліске кері қайтарғаны да бар. Бүгін қаралған заң жобасы ел экономикасының өсуін қалпына келтіруге және халықтың әл-ауқатын арттыруға арналған. Мемлекет басшысының тапсырмасымен азаматтардың өз зейнетақы жинағының бір бөлігін баспана алуға және емделуге жұмсау үшін қолдау құқығы белгіленеді. Әйтеуір Мәулен Әшімбаевтың айтқаны келіп, 2020-ның соңында төменгі палата түзетулерді мақұлдады. Осылайша қордағы ақшаның бір бөлігін 721 мыңнан астам адам алатын болды. Олар кімдер? Зейнетақы қаржысын тұрақты түрде жұмыс істеп, орташа жалақы мөлшеріне табыс табатын бірыңғай жинақтау зейнетақы қорында жарналары бар азаматтар алуға құқылы. Айта кеткен жөн, зейнетақы қорындағы жинағы жеткілікті мөлшер шегіне асқан адам ғана оны бір бөлігін пайдалана алады. Ал жеткілікті шегі белгілі бір жастағы салымшыға зейнетақы жинақтарының ең қажетті сомасы. Ол әркімнің өз жасына белгіленеді.
Бұл санаттағы азаматтар зейнетақы жинақтарының бір бөлігін тұрғын үй жағдайын жақсартуға, сондай-ақ өзі ерлі зайыпты не жақын туыстары емделу ақысын төлеу үшін пайдалана алады. Бірақ ұсынылып отырған бұл жобаның іске асуына аз уақыт қалса да, нақты жүйелі әлі де жоқ. Мәселен, бастапқы жарна ретінде төлеу, негізгі қарыздары жабу, туысына аудару деген қағидаттар қарастырылса, үйді жөндеуге ақша берілмейді екен. Оның үстіне қазіргі нұсқада қордан шешіп алатын ақша үшін отбасы банкінен арнайы есеп шот ашу керек. Ақша сол есеп шотқа түседі де, діттеген жеріне 45 күн ішінде төленуі тиіс. Яғни баспанаға немесе ем-домға төлеу керек. Бірақ оқу ақысына төлеу тағы да тізімге бұл қарастырылмаған. Мәселені арнайы комиссия жан-жақты қарады. Сол кезде бірнеше критерийлер белгіленген болатын. Негізгі шарт қартайған шағында тұрақты табысын болуын қамтамасыз ету. Әрине, біріншіден зейнетақы жинағын мерзімінен шешіп алуға басты себептер болуы керек. Ол баспана алу, емделу. Ал білім алуға мемлекет онсыз да жеткілікті деңгейде мүмкіндік жасап, грант беріп отыр. Сондықтан ең негізгі қажеттілікке келгенде білім алу қолдау таппады да. Сондықтан оны қосқан жоқпыз. Ол сұрақ қарастырылмайды. Біреу түсінді, біреу түсінбеді. Бірақ салымшылар зейнетақы қорындағы жинаған қаржыларын жоғарыда аталған жеткіліктік шегі сомасына емес, одан аса бар қаржыны ғана шешіп алуға мүмкіндіктер бар. Демек, қомақты қаражат мөлшерін шешіп алу мүмкіндігі бар азаматтар мүлдем аз. Нәтижесінде еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі ұсынған жеткіліктік шегі мөлшері бар абсурдты. Басында салымшылардың жинағы 7-8 миллион болуы керек десе, енді жоғарыда келтірген 2-4 миллион өзі тым көп. Қарапайым арифметикаға жүгінсек, 30 жастағы азамат мысалға бола алады. Министрлік ұсынған шекті сараптасақ, 2 миллион 518 мың шотында бар азамат билік ұсынған реформаны пайдалана алады. Естеріңізге салсақ, тура осы мөлшерде емес, одан аса бар қаражатты ғана. Жастардың көпшілігі жоғарғы оқу орнын 22 жасында тәмамдайды. Сонда шенеуніктер ұсынған есеп бойынша азамат 22 жасынан бастап жұмысқа кіріп, 8 жыл үздіксіз айына 262 мың теңге мөлшерінде жалақы алуы керек екен. Ал магистратура мен докторантура қайда қалды? Медицина саласында білім алып жүрген болашақ дәрігерлер не істемек? Жұмысқа шығып, бірақ кейін декреттік демалысқа шыққан әйел адам не істейді? Жалпы сұрақтар көп, бірақ әдеттегідей нақты жауап жоқ. Кезекті реформаның бастапқы мағынасы керемет, бірақ тетіктерін ұсыну мен іске асыру сол байығы халық жағында емес. Қорытындылай келгенде, осы тақырып аясында кемшіліктер мен халық жағына ойнамайтын жайттар көп. 2021 жылы осы сала бағытында реформалар тізбегі жалғасады деп болжамдасақ, жылдың басында осы тақырыпқа әлі қайта келерміз. Назарларыңызға рахмет. Видеоны көріп лайк басыңыз, пікір білдіріңіздер және каналға жазуды ұмытпаңыздар.